Адам өмірі дүние түгел жаратылып болғаннан кейін жердің бетін алғаш мекендеушілерге өмір сүру мерзімі үлестіріле бастапты. Бұл хабарды естіген адам өмір сүру мерзімін үлестірілетін жерге басқаларынан бұрынырақ барған екен. Өмір сүру үлесін үлестірушілер адам депті мән-жайды түсіндіріп, жер бетін мекендеушілердің ішінде сенің сипатың бөлекше, бәрінен артықсың. Сен сөйлей аласың, 4 мүшең түгел, өз қажетіңе жұмыс істейді, ойлай да аласың, ақылың да мол. Басқа жануарлардың бәрі сенен көш төмен, олардың бәрі сенің мұқтажыңды өтейді. Кейбіреулері ашсаң алақаныңда, жұмсаң жұдырығыңда болады. Бәріне сенің үкімің жүреді. Сай-саламен қыр-қыраттағы жеміс-жидек, ағаштың мәуесі, телегей теңіз, аралды, өзен, шалқар көл, асқар таулар, бәрін сенің өзіңнің қажетіңе жаратасың. Сөйтіп, қам-қайғысыз өмір кешесің. Сондықтан жер бетіндегі қызықты сенен басқа көп көретін ешкім жоқ. Осыны ескеріп саған 30 жыл өмір береміз. Адам бұған разы болмай, бір шетке бұрылып кетеді де, өзіне өзі, егер мен жер бетінің қожасы болсам, маған әлемдегі ең әдемі сипат тиісті болса, тек 30 жыл өмір сүргеннің не қызығы бар, деп ойланып, өмір сүру мерзімін алып жатқан жан-жануарларға қызыға қарап тұрады. Бір кезде кезек есекке келеді. Өмір сүрудің үлесін үлестірушілер, сен тіршілігіңде көп жазаланып, ауыр азап шегесің дейді. Алдағы көрер күнін баяндап, өмір бойы ауыр жүк тасисың. Қалжырап, шаршап, болдырып жүресің. Сонда орныңнан тұра алмай жатсаң да, үстіңе таяқ жауады. Тыныштығың аз болады, жейтін жемге жармайсың, саған арнап жем-шөп әзірленбейді. Тіміскіленіп жүріп, тапқан шөбіңді талғажау етесің. Сондықтан саған 50 жыл өмір сүру үлесін береміз. Мына сөзді естіген соң есек тізерлей отыра қалып, о жарылқаушылар, аяңыздар, мен байғұсты деп жалбарынып зар еңірейді. Егер мен бұл дүниеде соншама азап шегіп, сансырап жүретін болсам, 50 жыл өмірімді қайтем. Маған берілген өмірдің мерзімін азайтсаңыздар екен, менің үлесіме бөлінген сол өмірдің 20 жылын алып қалыңыздар. Қалғаны да жетеді. Өмір сүрді деген аты болсын. Сол кезде мұны естіп тұрған адам өмір сүру үлестіріп тұрғандарға барып, есектің алғысы келмей тұрған 20 жылын маған менің өмір сүру мерзіміме қосуларыңызға бола ма деп сұрайды. Болады, ала ғой депті өмір үлестірушілер. Одан кейін кезек итке келеді. Өмір үлесін үлестірушілер оған да алдағы болатын ісін баяндап береді. Сенің негізгі жұмысың үй күзету, мал-мүліктерді қарауылдау, бөтен біреу көрінсе үріп жан-жағыңа хабар таратасың, адамға қызмет етесің, өзің жазда үйдің көлеңкесінде, қыста шөбұғында жатасың. Қалған-құтқан ас ішіп, сүйек кеміресің. Сенің өмір сүру
мерзімің 40 жыл болсын. Мұны естіген ит жерге бас ұрып, зарлана арыз айтады. Егер мен бұл дүниеде соншама қорлық көріп, үй баранды, мал-мүлікті күзетіп, сүйек-саяқ кеміріп күнелтетін болсам, маған соншама өмірдің қызығы жоқ. Менің жасымнан 20 жылды алып қалыңыздар. Сол уақытта адам қайтадан жүгіріп келіп, иттің алмай қойған 20 жылын менің жасыма қосыңыздар деп өтініпті. Бұл тілегі де орындалыпты. Ең соңында кезек маймылға келіпті. Оның да болашақ өміріне шолу жасалыпты. Сенің сыртқы кейпің адамға ұқсайды, бірақ өмір бойы балаға ұқсап, ақымақ, ұшқалақ, шалағай боласың. Балалардың ермегіне айналасың. Үлкен кісілерде ойыншық қылып тәлке кетеді. Сондықтан саған 60 жыл өмір үлесін береміз, депті өмір үлестірушілер маймылға. Мұны естіген маймыл отыра қалып еңіреп қоя беріпті. Егер сыртқы кейпім адамға ұқсағанымен, өзім өмір бойы ақымақ болып өтсем, балалардың ермегіне, үлкендердің ойыншығына айналсам, ондай өмірдің не қадірі бар? Қорлықпен өтем ғой. Менің өмір сүру үлесімді 30 жылға қысқартыңдаршы, деп сұрайды. Маймылдың зарын естіп тұрған адам тағы да жетіп келеді. Мына маймылдың алғысы келмей тұрған 30 жылын менің жасыма қосып, маған беріңіздер деп сұрапты. Ерінбей, жалықпай өмір сүруге құмартып жүрген адамға қалауы беріледі. Бұл жолы да тілегі орындалыпты. Содан соң барлық жан-жануарлар алдағы уақытта не істейтіндерін, қалай күн көретіндерін біліп, өздеріне бөлінген өмір сүру мерзімдерін алып, бет-бетімен тарап кетіпті. Бірталай жылға ие болған адам қуанышы қойнына сыймай қайтыпты. Содан адам әуелде бөлінген 30 жылдың ішінде қызықты да көңілді дәурен сүріпті. Ешбір уайым мұңсыз қылшылдаған жігіт болып тұрыпты. Одан кейінгі 30 пен 50 жасының арасында жұмыс істеп, жан бағу үшін талай-талай қиыншылықтарды бастан кешіріпті. Көп ауыртпашылық көріпті. Тіршілігі үшін әр алуан шаруамен айналысып, қатты қиналыпты. Сөйтсе бұл қиналған мерзімі есектен алған 20 жылы екен. Одан кейін адам 50 мен 70 жасының арасында үйінен ұзап ешқайда шықпай, ауылына айналшақтап, үй ішінде көр жерді күйттеп, қыбырлай беріпті. Не болса соған ренжіп, әркімге бір тиісіп, істеген ісіне, қылған қылығына алара қарайтын болыпты. Шекесі тырысып, кім болса соған айғайлап, жанжалдасудан тайынбапты. Күнделікті кіржің көбейіпті. Сөйтсе бұл мерзім адамның иттен алған жасы екен. 70-тен асқан соң адам жеңілтек мінез тауыпты. Бала тәрізді ойымпаз болып кетіпті. Бұл уақытта белі бүкірейіп, кішкене балалармен ойнап, солардың ырқына көніпті. Бала қылықтарын ермек етіп, балаша сөйлеп жүріпті. Оның қылығына басқалар күлетін болыпты. Кейбір жасы үлкен кісілер
күлу үшін сөйлетеді екен. Осылайша адам өзінен кішілердің әзіліне айналыпты. Сөйтсе бұл адамның маймылдан алған жасы екен. Осылайша адам тек өзінің үлесіне тиген өмір сүру мерзімінде ғана айбатты, айбарлы болыпты. Ал қалған жасында үлестерін сұрап алған жануарлардың мінез құлықтары байқалып қалады екен.